Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қарын қосылған дәмді пирожки дайындаймыз. Видеомды көрмес бұрын төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосыңыз. Бисмилля деп бастаймыз. Таза ыдысымызға жылы суымызды құйып, осының үстіне аштығымызды, қантымызды, тұзымызды, яғни бір жұмыртқамызды салып, ұн салып отырып жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды қатты қолмен баспай, қатты елемей жұмсақ қылып елесеңіздер, пирожкилеріңіздің қамыры өте жұмсақ болып, көтеріліп, жақсы болып шығады. Міне менің қамырым дайын болды. Осының бетін жауып, көтерілгенше күтетін боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Бізге туралған жуа, ет тартқыштан тартылған қарын мен сәбіз қажет. Ысып тұрған майымызда жуамызды қуырып, тұзын салып, осының үстіне сәбізді салып, екеуін араластырып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Осының үстіне бұрышын салып, пісіріп қуырып аламыз. Осыған қажетінше жаңа қарынымызды саламыз. Қарынымыз өте көп болмауы қажет, көп болса онда дәмсіз болып кетеді. Қарыннан гөрі ішіне жаңағы сәбізіміз бен жуамыз молдау болса өте дәмді болып шығады. Осыны қуырып суытып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осыдан дөңгелек, кішкентай етіп дөңгелетіп, осындай жайма жаямыз. Осының үстіне суып тұрған қарынымызды салмасын салып форма жасаймыз. Ішіне салатын салмаларыңыз қатты ыссы болмау қажет. Әбден суығасын салсаңыздар, пирожкилеріңіз шикі болмай жақсы болып піседі. Осындай формаларды жасап, аузын мұқият жабу керек. Ол ашылып кетсе, бәрін бүлдіреді. Мұқият жабу қажет. Бізде осындай пирожкилеріміз формалары дайын болды. Осының бетін жауып 2-3 минут қоямыз. Міне 2-3 минуттан кейін ысып тұрған майымызды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Қатты отты шығып тұрмауы қажет. Қатты шығып тұрса шикі болып шығады. Міне пирожкилеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Мені қолдап, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп, комментария жазып, лайк басып, қолдап кетіңіз. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.